баратын автобус сияқты да. Ал мынау деген кішкене жан-жағына апара алатын, жан-жағына бара алатын автобус сияқты. Біз Фукуокадамыз. Фукуоканың аэропортындамыз. Ура! Достар, бүгін біздің саяхатымыздың 4-ші күні, және біз Фукуокадамыз. Фукуока, яғни біз Окинавадан солтүстікке қарай Фукуокаға келдік, Кюсю аралына. Енді неге олай келді деп ойласаңыздар, біз Жапонияның 47 префектурасын араламақ ойымыз бар. Япония, яғни 47 префектурадан тұрады. Қазір мысалы мына менің футболкамда қарайтын болсаңыздар, бұл жерде 47 Тодофукен Чаренжи деп тұр. Яғни Тодофукен дегеніміз ол То, яғни мына жердегі То белгісі ол Токионың белгісі, До ол Хоккайдо деген үлкен аралдың белгісі, Фу деген ол Осака және Киото сияқты үлкен қалалардың белгісі, және Кен деген қалған 43 префектураның белгісі. Және бәрі осы Тодофукен Жапонияны құрайды бірге. Және біз осыны челлендж жасап көрмекшіміз. Және де 47 префектураны жай студенттерге аралап шығу өте қиын. Яғни ақша жағынан қиын болып табылады. Сондықтан біз барынша ақшаны қысқартып, яғни тамаққа, жолға, яғни жолға ең арзан жолдарды іздеп, тамақ жағынан болса, мысалы күніге 2000 теңгеден аспайтындай етіп, таңғы ас, түскі ас, кешкі ас ішуге тырысып жүрміз. Солай, мысалы, ең қолайлы кездерде келеміз кафелерге, мысалы, арзан бағамен жеп алуға болатын кезде келеміз. Жолдарды да, яғни таң атпастан немесе түнгі жолдар арзан болса, сондай жолдардан шығып кетеміз. Және жататын жерімізді де өте арзан жерлерге жатуға жаңағы іздеп, сондай арзан жерлерді іздеп, сондай жерлерге жатуға тырысып жүрміз. Яғни бір 2,5-2 мыңға жататын жерлер тауып алып жүрміз. Мысалы, біз Токиодан Окинаваға дейін самолетпен бардық, және Окинавадан Фукуокаға дейін самолетпен келдік. Негізі ол кемемен де жүруге болады, бірақ ең тиімді және тез жол самолетпен болған үшін, және арзан болды кемеден, сондықтан самолетпен жүруді ұйғардық. Яғни барынша аз қаржыға қыдыруға тырысып жүрміз. Біз кеше самолеттан кешкі уақытта түсіп, осындай мына жер, біз отқан жеріміз интернет-кафе. Жапонияның интернет-кафесі. Жапонияның интернет-кафесі. Қазақстанның интернет-кафелерінен өте қатты ерекшеленеді. Қалай айтуға болады? Бізде интернет-кафелерде тек қана компьютермен бір стол ғана болатын болса, бұл жерде бірнеше бөліктерден тұрады интернет-кафелері, жалғыз адам отыра алатын бөлмелермен, кәдімгі отыратын мынандай креслолармен, ыңғайлы столдармен болатын болса, тағы осында бір бөлмелері болса, тағы отбасылық бөлмелері болады, біз отырған. Және бұл негізі манга кафе дейді, яғни Жапонияның комикстары. Яғни мына бөлмеден шықсаңыздар, кітапханадағыдай жаңағы комикстар бұлай тізіліп тұрады, оны кез келген адам келіп оқи алады. Және жаңағыдай дринк бар дейді ғой, кез келген адам келіп су ішеді. Сонымен қатар душ бар, және кез келген адам оны қолдана алады. Яғни төлемейді, қолдана алады. Тек қана кіруіне төлейсің, және қолдана бересің. Содан кейін кіруіне төлеген кезде, ол кірген кезде бірден төлемейсің, қанша сағат отырдың, соған байланысты ақшаны есептеп, сол ақшаны төлеу керек болады. Кейбір кездерде, мысалы, 3 сағатқа, 6 сағатқа, 12 сағатқа, 24 сағатқа дейін осы бөлмелерді қолдануға болады. Сол үшін ақша төлейді. Біз қазір отырған үстеліміз котацу деп аталады. Бұл жай ғана біздің Қазақстандағыдай жер үстел емес. Бұның астында жылытқыш бар. Яғни өте жылы асты, мынандай өзінің осындай көрпешелерімен осылай жылып тұрады, және астында жылытып тұрады. Яғни бұл Жапонияның бір ерекшелігі десем де болады. Жапонияда, мысалы, қыс деп айтсаң, оларға бірінші ойына келетіндері осы котацу жер үстелі және мандариндер. Яғни котацуда жылынып отырып мандарин жеуді елестетеді жапондар қыс деген кезде.
сосын бұл кодация тек қана қыста қолданады деп ойлап қалмаңыздар. Оны жазда күн жылыған кезде мынаның көрпелерін алып тастайды да, кәдімгі жер үсті ретінде қолданады. Бұл жерде мынандай қорап тұр. Оның ішінде түрлі ойындар бар. Яғни бұл бөлме жаңағы отбасылық бөлме болып саналады. Және достарымен, отбасымен келіп мынандай ойындар ойнауға болады, телевизор көруге болады, мына менің артымдағы. Және компьютер бар мына жерде. Компьютерді да қолдануға болады. Сондай күшті жер. Менің қолымда ұстап отқаным бұл жапондардың ұлттық ойыны деп айтсам болады, кендама деп аталады. Осы кендаманың негізі осы екі жағындағы тесікке осы бір домалақ ақшаны тұратындай етіп лақтыру керекпіз да. Бірақ мен жасай алмайтын сияқты. Жасай алсам. Мен де жасап көрейін де. Өзіңді ұрып жібермеші. Жасап